Қазақстан терең трансформация кезеңіне қадам басты. Біз мемлекетіміздің алдағы ондаған жылдардағы тағдырын айқындайтын ауқымды өзгерістерді жүзеге асырудамыз. Жаңа конституцияны қабылдау бұл жай ғана заңнамалық қажеттілік емес. Бұл мемлекеттің әділдік пен заманауи басқару жүйесіне деген қоғамдық сұранысқа берген жауабы. Республика партиясы жаңа конституция жобасын ресми әрі нық қолдайтынын мәлімдейді. Біз бұл реформаны неліктен қолдап жатырмыз? Себебі біз оны әзірлеуге белсенді атсалыстық. Партия өкілдері Конституциялық комиссия құрамында ата заң жобасын әзірлеуге қатысты. Кәсіпкерлердің, жастардың, азаматтық қоғамның мүддесін қорғай отырып, әрбір түскен ұсынысты сараладық. Біз билік пен бизнестің қарым-қатынасын түбегейлі өзгертетін боламыз. Жазалаушы менталитетінің орнына адал серіктестік пен өзара сенім принциптері келеді. Конституцияда бизнестің жағдайын нашарлататын заңдардың кері күшіне ие болмау туралы маңызды нормалар бекітіледі. Бұл заң мен тәртіп принципінің экономикадағы нақты көрінісі. Екіншіден, елдің болашағы бұдан былай шикізатпен емес, адами капиталмен өлшенеді. Біз білім экономикасына өтудеміз. Алғашқы рет Конституцияда дербес цифрлық деректерді қорғау кепілдігі беріледі. Бұл финтех, стартаптар, жасанды интеллектіні енгізуге кең ауқымды мүмкіндік ашып, ұлттық идеологиямыздың өзегіне және жаңа экономикалық модельге айналуы тиіс. Үшіншіден, біз күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет моделіне түпкілікті өтетін боламыз. Жаңа бір палаталы құрылтай партиялық жауапкершілікті арттырып, шешімдердің ашық әрі жедел қабылдануын қамтамасыз ететін болады. Жаңа конституцияның прогрессивтілігі мемлекеттік басқару зертханалары моделіне көшуінде. Алатау қаласы сияқты жаңа инвестициялық циклдың тірегі болатын жобалар іске қосылады. Жергілікті бюджеттердің кіріс базасы кеңейіп, өңірлер өз бизнесін дамытуға ынталы болады. Мемлекеттік жекеменшік серіктестік арқылы өңірлер экспорттық хабтарға айналады.